Сәлем баршаңызға. Мұнда менде вечно цветущие махровые бегония. Яғни махровая дегеніміз мынау гүлі роза сияқты болады, мына осындай махровая болады. Ал бұның басқа сорттары да бар, простой, яғни гүлі төртке ашады. Олай роза сияқты махровая болмайды. Вечно цветущие дегеніміз әрдайым гүлдеп тұрады, қысы жазы гүлдей береді. Уходы дұрыс болса болды, күтімі, яғни суды жақсы көреді, күн түсетін терезені жақсы көреді, бірақ жаздың күні тіке күннің көзін мен қорғаймын, себебі жапырақтарында күйік пайда болып, жапырақтары әдемі болмай қалады. Мына жерден екі түбінен сабақ жіберіп жатыр. Мынаны мен отруска етіп кесіп аламын. Кесіп алып суда тамырлатып жеке егемін. Сонда жанынан сабақтарынан тағы да оянып қалың болып өскенде, гүлдегенде қалың болып гүлдейтін болады. Бір сабақпен өсіп кетсе, онда әдемі болмай қалады. Сондықтан осы жерден кесетін боламын қазір. Көбейтілу жағын айттым, суда тамырлайды. Сосын кішірек горшок дұрыс. Негізі күтімді көп талап етпейтін гүлдердің бірі. Әрқашан гүлдеп тұрады, сонысымен жақсы және тез өседі. Бірінен соң бірін тоқтамай жапырақ шығара береді. Жапырағын сүртіп қойған жақсы көреді. Әйтпесе шаң, дақтар қалып кетеді су шашқаннан кейін. Осындай. Қазір осы жерден кесіп қоятын боламын.